Баршаңызға қайырлы күн, аяулы арулар, ардақты аналар, қымбатты қыз-келіншектер. Бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтай отыра, дәл бүгін сіздің мерекелік көңіл-күйіңізді көтеретін керемет салаттың рецептін ұсынамын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге селедка балығы қажет болады. Балықты жақсылап тазалап, сүйектерінен ажыратып, кейін оны 4 бұрышты формада турайтын боламыз. Алдын ала пісіріп алған жұмыртқаны, сәбізді, картопты, қызылшаны барлығын ұсақтап 4 бұрышты формада турайтын боламыз. Соңында салатты әрлеу үшін 1 сәбіз, жарты қызылша, 1 жұмыртқаның сарысын қалдырып қоямыз. Сонымен қатар осы қызылшадан қалған қызыл бояуда бізге салатты әрлеуге керек болады. Барлығын турап болғаннан кейін майонезбен араластыратын боламыз. Мен салатқа тұз қоспаймын, себебі балықтың тұзы бар. Ал егер сіз қалайтын болсаңыз, тұз қосып, дәміне қарай араластырсаңыз болады. Салатты әдемі етіп орналастыру үшін бізге осындай стакан және бокал қажет болады. Стакан мен бокалды тарелканың үстіне қойып, кейін осы 8 формасына үйлестіре отырып, салатымызды әдемілеп салатын боламыз. Салатты әрлеу үшін алдын ала алып қойған қызылшаны, сәбізді өте жұқа етіп турап, осы жұқа пластинкалардан роза тәріздес гүл жасайтын боламыз. Енді аскөкті алып, салатымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп безендіреміз. Жұмыртқаның сарысын ұсақ үккіштен өткізіп, аскөктің бетіне сеуіп шығамыз. Бір дана жұмыртқаны жоғарғы жағынан ғана 6 бөлікке бөліп, қызылшадан қалған қызыл бояуға бояйтын боламыз. Енді осы салатымыздың жан-жағын барынша жасыл шөптермен, аскөкпен әдемілеп безендіреміз. Кейін осы салатымыздың ашық қалған тұстарына майонезден әдемілеп өрнек салып шығамыз.
Міне достар, осымен біздің салатымыз дайын. Дәл бүгін сіздің дастарханыңыздың ажарын ашары сөзсіз, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Арнама тіркеліп қойыңыз.